Сәлем достар, бүгін мен сіздермен плансыз жай өзімнің оймен бөліскім келеді. Терең сезімтал адамдар белгілі бір жағдай, оқиға келер алдын өзінің өміріне, немесе елінің қасына, бір шет жағасына келетін оқиғаларды сезіп тұрады. Сол жағдай, допустим, цифрамен алатын болсақ, егер белгілі бір оқиға 5-не, 6-сына болатын болса, то сезімтал адам уже 1-2 числода, мүмкін сәл ертерек сезіп тұрады бір жағдайларды, өзін бір түрлі сезінеді. Егер келетін оқиға өзіне байланысты болса, онда тез сезеді. Өзіне байланысты болса, біліп тұрады. Өз-өзімен жұмыс істейтін адам болса, өзіне сенетін адам болса, не болып жатқанын анализировать ете алатын болса, тогда оқиғаны өзімен байланыстыра алады. То есть ойына четкий информация келеді. Ал егер ішкі жағдайы, көңіл күйі бір түрлі болып тұрса, неге менде қазір ішім бір түрлі болып тұр? Непонятно, бір қорқыныш сезімі, бір тревога, беспокойство сияқты ощущение болады. Немесе көңіл күй түсіп, вроде бы бәрі нормально, өмірімде, как обычно, все хорошо, все отлично, бірақ ішкі күйін бір түрлі болып тұрады. И сол кезде, егер точный ответ келмесе, значит, бұл оқиға сізбен байланысты емес, ал бұл сіздің қалаңызбен, мүмкін еліңізбен байланысты болуы мүмкін. Потому что терең сезімтал адамдар көзге көрінбейтін өте жіңішке энергияларды сезіп тұрады. Потому что терең сезімтал адам, бұл адам бір барометр сияқты, бір индикатор, аппарат сияқты. Өткен видеода айтып өткенмін, жіңішке, өте нәзік антеннасы бар аппарат. Неғұрлым сіз көбірек өзіңізбен жұмыс істесеңіз, өзіңізді тыңдауға үйренсеңіз, жай қадамдар жасасаңыз өзіңізге қарай, тем больше сіз сол жіңішке сигналдарды ұстай аласыздар, жіңішке сигналдарды сезе алатын боласыздар. Ең басында, пока мысалы бұл информация бірінші рет келіп тұрса сізге, өзіңіздің сезімталдығыңызбен бірінші рет танысатын болсаңыз, ең бірінші қадам бұл просто өзіңіздің настроенияларыңызды фиксировать етуге болады. Мысалы, маған қатты көмектесетін бұл күнделік. Күнделік кәдімгі дәптер, немесе блокнот әдемі. Соны күн сайын жазып тұрып, өзіңіздің азанда, немесе кешке өзіңіз сезесіз қай кезде жазғыңыз келетін ойларыңызды жазсаңыз, сезімдерді, ішіңіздегі көңіл күйіңіз қандай, не болып жатыр, детально соны жазып тұрсаңыз, анализ жасай аласыз. Неден болған, қандай оқиғадан, почему осындай, не болып тұр. Сол анализ арқылы сіз өзіңізбен жаңадан таныса аласыздар. Тағы айтарым, терең сезімтал адамдардың күші өте кең психикалық күші бар. Психикалық күш деген не? Психикалық күш бұл сол көрінбейтін сигналдарды, информацияны, көрінбейтін жағдайларды сезу. Потому что біздің ең басты инструментіміз бұл сезім. Ал сезім және дене. Сезімдерді біз дене арқылы сеземіз. Егер сіз пока денеңізбен сол сигналдарды ұстай алмайтын болсаңыз, бірінші мен айтқандай, сол күнделікті жүргізіп, одан кейін денеңізді тренировать етсеңіз болады. Ең басында просто бойыңызды тоқтатып, мысалы душқа барған кезде, жуынған кезде, сумен контактта болған кезде, ойыңызды тоқтатып, тек осы жерде, осы шақта болып, сол суды сезіп, судың теріге тигенін байқап, сосын өз-өзіңізді сипаласаңыз, саусақтарыңызды ұстап,
разогревать етіп, жылы энергияны сезіп тұрып, шашыңызды тараған кезде жұлып тарап емес, жай тарап, сезіп, өз-өзіңізді үйретесіз сондай нәзік сезімдерге. Нәзік прикосновение как будет? Өзіңізге тиген кезде нәзік тиіп, нәзік ұстап өзіңізді. Сол кезде сіздің денеңіз тонкий сигналдарды ұстауға көмектеседі. Бұл не үшін керек вообще? Зачем осы сигналдарды ұстау? Бұл сигналдарды білсез де, білмесез де ұстап жүресіздер. Себебі терең сезімтал адам бұл айтып өткендей жіңішке аппарат. Ол барлық нәрсені ұстайды, өзіне қарай ұстайды. И это как радиода, радиоволна болады ғой, специальная радиоволна. Радионы орнату үшін сол волнаға қосу керек. И қосқан кезде сол волна тиіп тұрады, волнаны ұстап тұрады радио. Сол сияқты біз де сондай волнылардың бәрін ұстаймыз. Энергетически біз соның бәрін сезіп тұрамыз. Қалада не болып жатқанын, елімізде не болып жатқанын. И сезген кезде, мысалы, кез келген информацияны біз өзіміз арқылы өткіземіз, өзіміздің денемізден өткіземіз. И бұны, когда это происходит неосознанно, білмей тұрып келген кезде, біз өзімізді бір түрлі сезінеміз. Шаршап, көңіл күйіміз түсіп, ішкі сезімдеріміз непонятный болып тұрады. И когда осознанно это делается, когда сіз өзіңіздің сондай күшіңіз бар екенін сезген кезде, сіз бұл состоянияларды басқара аласыздар. Яғни, өзіңіздің күшіңізге ие боласыз, десек болады. Мысалы, информациялар екі түрлі болады, плюсте және минусте. Өзіңізбен управлять еткен кезде, өзіңіздің күшіңізге ие болған кезде, сіз өзіңіздің тұла бойыңызға тек плюстағы информацияны қабылдай аласыз. Ал минустағылар тоже келіп тұрады, бірақ сіз уже өзіңізді қорғай аласыз ол минустан. Өзіңізге безопасный атмосфера жасай аласыз, потому что сіз уже өзіңіздің қандай екеніңізді білесіз. Ең маңыздысы, мен айтып өткендей, өткен видеода өзіңізді ешкіммен салыстырмау өте маңызды. Потому что өзім, неге мен осындаймын, неге мен бір какой-то жетіспеген адам сияқтымын, неге мен осы шустрый боламаймын деп өзіңізді ұрсуыңыз мүмкін, ұрыспаңыз. Өте часто көбінесе терең сезімтал адамдар жай қимылдайды. Олар жай қимылдайды не потому, что жетіспеген біреулер. Нет, не из-за этого. Олардың жай қимылы информацияның көп келгеніне байланысты. Біздің тұла бойымыздан өте көп информация келеді. Информация не только кітаптан оқыған информация, интернеттен оқыған информация емес. Ол өте жіңішке энергетикалық информация. Сол информация бізге келген кезде, біз соның объемынан шаршаймыз, сол үшін жай қимылдаймыз. Бізге определенный бір шарттар, условиялар керек. Демалу үшін, өзіміздің тірліктерімізді асықпай істеу үшін біз специальный настрой жасаймыз өзімізге. Байқаған шығарсыздар, көбісі менің анықтауым бойынша терең сезімтал адамдар заранее өзін кез келген событияға, кез келген тірлікке настраивать етеді. Ол дұрыс. Өзіне настрой беріп, жинақтап өзіңді. Сол кезде кез келген события, кез келген жағдай оңай өтеді. Және тағы қатты көмектесетін бұл план. Заранее пландар құрастыру. Бірақ менің опытым бойынша заранее, мысалы, бір ай бұрын пландар менде жұмыс істемейді почему-то. Мүмкін сіздерде істейтін шығар. Мен планды күн сайын жазамын. Мысалы, азында тұрған кезде бүгін қандай тірлік жасайтынымды заранее жазып қоямын. Азанмен соны белгілеймін. И сол планнан, конечно, өмір болғандықтан әртүрлі ситуациялар болуы мүмкін. И планнан кетуім де мүмкін. Басқа тірліктер қосылуы да мүмкін.
бірақ план бар кезінде мен өзімді энергиям шашырап кетпейді, өзімді жинақы сезінемін. И бұл терең сезімтал адамдарға өте маңызды. Өзін жинақы сезіп тұрған, өзінің демалысын қадағалап тұруға маңызды, өзінің күшін қадағалап тұрған маңызды. Бүгінге осы, достар, сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Маған бұл өте қызықты әрі маңызды. Тағы айтар жолдауым, терең сезімтал адамдарға өзіңізді сақтап жүріңіздер. Өзіңізге сүйіспеншілікпен, махаббатпен, өзіңізге дос болуға тырысып жүріңіздер. Потому что сіз осы әлемге қатты керексіздер. Сіз сияқты нәзік аппараттар осы әлемге махаббатта келеді, менің ойымша. Сондықтан өзіңізге жақсылап қарап жүріңіздер, қатты ұрыспаңыз өзіңізді. Менің каналымда специально осы терең сезімтал адамдарға арнап көптеген видеолар әлі түсіріледі. Құдай қаласа, менің сондай пландарым бар. Бүгінге осы. Келесі көріскенше сау болыңыздар.